Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен құрамы 2 азаттан тұратын, өте тез дайын болатын чак-чак әзірлейміз. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды жарып аламыз. Шанышқының көмегімен жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстіне ұнымызды ақырын аз-аздан сала отырып, осылай жұмсақтау қамыр илеп аламыз. Қамырыңыз қолға жабыспайтын, бірақ жұмсақтау болуы керек. Енді осы илеп алған қамырымызды салафанға салып 5 минутқа тындырып қоямыз. 5 минут өткеннен кейін қайтадан алып, жақсылап илеп жібереміз. Илеп, қайтадан салафанымызға салып 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минуттан кейін июі қанған қамырымызды осылай тақтайшаның немесе үстелдің үстіне қойып, жайып алатын боламыз. Жұқа етіп жайыңыздар, шамамен 1 мм шамасында жұқа етіп жайып аламыз. Құрметті менің көрермендерім, менің YouTube каналымнан басқа да қызықты рецепттерді таба аласыздар. Егер де YouTube каналға жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алдын ала рахмет. Қамырымызды жайып алғаннан кейін ең соңында да осылай шамалы ұн сеуіп жеріп, оқтаумен орап аламыз. Осылай дәл ортасынан кесіп, дәл видеодағыдай етіп кесіп алатын боламыз. Міндетті түрде ұн себіңіздер, себебі қамыр бір-біріне жабысып қалмауы қажет. Осылай видеодағыдай бөлек-бөлек етіп, үлкендеу формада жасасаңыз да болады. Мен осылай кішірек формада жасап кесіп алдым. Осылай кесіп алғаннан кейін бірден ашып тастауға тырысыңыздар, себебі қамыр бір-біріне жабысып қалмау керек. Барлығын ашып, осылай дайындап аламыз. Қызып тұрған майға қамырларымызды тастап, шетінен пісіріп аламыз. Аз-аздан салып тастаңыздар, себебі қамыр жұқа болғандықтан өте тез піседі. Мұқият болыңыздар. Қамырды күйдірмей, ақшыл қылып алуға тырысыңыздар. Осылай барлығын шетінен пісіріп аламыз. Барлығын пісіріп алғаннан кейін сгущенкамызды дайындап қоюды ұмытпаңыздар. Осылай сгущенкамызды алып, осылай чак-чактарымызды әр салған сайын сгущенкамызды, яғни қойылатылған сүтімізді жағып отырып жинайтын боламыз. Бұны барлығын бір ыдысқа құйып алып, сол жерден араластырып салсаңыздар да болады. Маған осылай слой-слой қылып әр салған сайын осылай жағып отырып салып жинастырған ұнайды. Ешқандай да сынбай біркелкі болып жиналады сол кезде. Сгущенканы осылай бірден құятын болсаңыз, онда сұйық болып құйылатын болады. Ал егер де кішкене сгущенка қоюлау болып, молынан болғанын қаласаңыз, ол кезде жаңағыдай сгущенкаңызды жарты сағат, 1 сағат көлемінде шамалы қайнатып алсаңыз болады. Енді мен осылай барлығын жағып шыққаннан кейін үстінен макпен әсемдедім. Қалауыңызша шоколадпен де әсемдесеңіз болады. Осымен біздің чак-чагымыз дайын, өте тез дайын болады, әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы үйдегі бар заттардан жасалынатын, өте тез дайын болатын чак-чагымыз дайын. Видео ұнаса, жақындарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған аралым, баршаңызға рахмет.